Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай тұтас тауықты сковородкада осындай асқабақпен пісіретін боламын. Осындай менің құпия рецептіммен сіздермен бірге бөлісемін. Видеоның басынан видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Ал енді бастайық. Біз тауығымыздың артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Мысалы, мыналар керек емес деп ойлаймын. Мен сосын кесіп алып тастаймын. Осылай, сосын арт жағынан сүйегін кесіп алып тастаймыз. Керек емес. Кесіп алып тастаймыз. Сосын қақ ортасына былай бесінде деп жарамыз. Құстың еті қатты болмайды ғой. Қазірде бөлінеді. Осылай бөліп аламыз да бүйтіп ашамыз. Ішінде енді қазір бір шайып жүрем ғой, пока. Енді былай теріс қаратып, әлі мынаның несін алмаппын ғой, мына кішкентай ең ұшында қанатын алып тастаймын. Енді жетінде ештеңе де жоқ қой. Былай салма емес, енді дәмі сорпасына шықсын дейтін. Осылай алып, мынаның кішкене бүйтіп қолмен өстіп басып жүресіздер, не болмаса да қайырып. Бір анау ұратын бар ғой, бүйтіп етті мұсартатын балға сияқты. Сонымен де бүйтіп ұрып жүруге болады мына жақтарына. Мен қолмен езем былай. Жұмсақ. Осылай жетіп жатыр. Егер де асығып осы қазірде жасау керекпін десеңіздер, пышақпен былай кішкене тесіп жүруге болады. Аз мас. Мен пышағымны шүкірмес өйдім. Мен қазір кешке тұздап қойып жатырмын. Ертең түске пісіретін боламыз. Сіздерге сол тұздағанын көрсетейін деп. Осылай. Біз бірнеше пісіріп жедік. Өте дәмді. Кәдімгідей 6 адамға жететіндей ет бар осы тауықта. Өте дәмді болады. Ертең оны көре жатасыздар. Бүгін тұздағанын бір көрсетейін сіздерге. Тұзы, бұршы бәрі тесім үшін. Тұзы, бұршы әдемі сіңіп дәмді болу үшін мен осылай ылғида бір күн бұрын тұздақ қоямын. Духовкаға жасасам да, жаңа пешке осылай жасаймын. Қазір бір шайып алайын, сосын көресіздер. Енді біз бір ас қасық толтырып дұрыс саламыз. Осылай мен толтырып саламын. Себебі артына ішіне бәріне тию керек. Сосын бір толған қасық, шай қасықпен паприка саламын. Даже кішкене толтырып салсаңыздар болады, ештеңе қылмай. Осын қара бұрыштан саламын. Енді сұйықмай құямыз. Сұйықмай үлкен қасықпен бір 2 или 3 қасық. 3 қасық дейікші жобалап енді. 3 қасықтай кетті. Сосын 1-2 бас сарымсағымыз бар. Дәмін шығару үшін 1-2 бас сарымсақ, мына үккіштің кішкентай көзімен осылай өткізіп, не болмаса уақыттап турауға да болады. Өте дәмді болады, құрметті көрермендер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз енді күнде демегенмен де енді жасап жеп тұрамыз. Өте дәмді болады. Екі болды. Жетеді осы. Енді сарымсақ ұнатпайтындарыңыз болса, егерде қоспай-ақ қойыңыздар. Жақсап қолмен араластырамыз. Сарымсақты өте дәмді болады. Енді осыны жаңағы тауығымызға жағамыз. Тауығымызды жуып алдық, мінекей. Бісміллә. Бұл осылай өзі түні бойы тұрып, керемет дәм беретін болады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді күнде сиырдың етін, жылқының етін жей бермейміз ғой. Осылай анда-санда осындайды сағынамыз. Енді бір кепси дейміз ғой. Тауықтың ет көзінде бірдеңелерді сатып алып жеп жатады ғой жұрттар. Оған қарағанда кәдімгі өзіміздің қолымызбен жасаймыз. Осылай. Бүкіл жеріне тигізіп. Барлық жеріне тигізіп. Қараңыздар. Қандай керемет. Түнге шейін тұрып, өзі осылай дозы сіңіп, керемет болып шығады. Енді қалғанын ертең көретін боласыздар. Мінекей кешегі тұздап қойған түндегі тауығымыз дайын тұр. Мінекей өте керемет болып дозы сіңіп әдемі болып тұр. Енді осыны мінекей
табамызға май құйып алдық. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер? Мінекей майы енді бір кеседей толған бір кесе болатын шығар. Енді бұндай табаларыңыз болмаса, басқа да бір ыдысқа жасауға болады. Май. Енді осы толықтай пісу үшін енді осы майға салдық қой. Енді бетіне осылай толықтай бір-біріне тию үшін осындай тәлбетелеріміз болса, осылай жауып, енді кастрюльный суды құйдым да, сыртынан осына маечки кигізіп, кірлеп қалмасын, май шашырамасын, осылай жасадым. Енді осылай қайналып тұрған майымызға салдық қой, осыны кішкене басып, өте енді басылып қалмасын астына, 25 минут осы бір жағын бірінші пісіріп аламыз. 25 минуттай уақыт өтті. Енді тауығымызды ашамыз. Тарелкамызды алып, қандай керемет. Енді осыны қазір біз екінші жағын аударамыз. Үш жер аудара аламын екен. Осының екінші жағын қандай керемет болып тұр, неке. Үзіп алмай, ақырындап, күйіп қалмай, осылай екінші жағын аударасыздар. Қараңыздар, қандай керемет болып пішіп шыққан. Енді ас қанда бұл қиын екен деп ойламаңыздар. Наққа қиын болса, астын отын кішкене қаттырақ шығарып, бір 10 минуттай да пісіріп, суғипта қайнатуға болады. Бірақ мен енді әдемі болсын деп, мен осылай жасап жатырмын, сізге көрсететін болғандықтан. Енді қайттан тәрлікімізді бетіне жауып, тағы да бір 20 минуттай ұстайтын боламыз отта. Оған дейін біз бізде асқабағымыз бар. Бізде Айназ өз отбасымызбен біз асқабақты өте қатты жақсы көреміз. Картопта салып жасап жеп жүрік арасында. Енді бүгіне асқабақтан жасайын деп жатырмын. Жуылған, тазартылған, ішін кішкене алдым. Осындай асқабақты қазір біз екінші жағы піскенше тазалап, дайындап қоямыз. Сосын ары қарай көретін боласыздар. Енді көлемін, картопты біз жаркое дейміз ғой, сондайға пісіргендей қылып, осылай кесеміз үлкендігі. Асқабақ деген қазірде піседі, бір 10-15 минуттың арасында, одан да тез пісуі мүмкін. Сондықтан да осындай үлкендігі осындай қылып, барлығын турап, дайындап алам, ар жағын сосын қазір көресіздер. 20 минуттай уақыт өтті. Негізі бұл толықтай пісіп тұр десем де болады. Бірақтан да мен не аршыдым ғой, тыква аршыдым. Сол тыквамызды салып, кішкене бір тыква піскенше, асқабағымыз кешіріңіздер. Көрдіңіздер ме? Қазір піскенін көрсетейін көрермендерге. Қазір тұр. Қырықпет тұрды. Енді ол мен өзім еттің кішкене жұмсақ болып піскенін қалай, мен қорқам өткен еттерден. Пісіп тұр, не көрдіңіздер ме? Жұмсақ неке. Бірақ мен сонда да енді арт жағын көрсетейін сізге қалай болып шыққан. Езіліп жатыр уже. Көрдіңіздер бөлініп не. Пісіп тұр десем де болады. Бірақ асқабақты салып кішкене мен майын араластырып, асқабаққа тұз салмаймыз. Асқабаққа тұз салмаймыз. Майдың жаңа өзі ненің тауығымыздың тұзы бар ғой дейсің да. Осылай салып кішкене майына бүйтіп араластырып аламыз азғантай. Сосын жаңа тауықты қайттан орнына қоямыз да асқабақты бетіне шығарамыз. Енді солай жасау керекпіз. Бөлекте пісіріп алуға болатын шығар. Мен енді осылай картопты да осылай кішкене суға қайнатып аламын да, сосын бетіне қоям. Осылай етіп астын кішкене мен шығарайын, 5-ке қойғам. Осыны енді асқабағымыз неше минутта піседі. Сонша бір 5-10 минут шығар, картоптан тез піседі ғой. Бетін жауып, асқабағымыз піскенше кішкене ұстай тұрамыз. Мен жақта әбетке немелеп жақсы көреді. Брокколи пісіріп жатырмын. Салат жасайтын болам, көресіздер. Енді күтеміз. Енді кішкене күтеміз. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздермен бірге маман жасаған мынандай асқабақпен тауықтың қуырылған етін дәм татып аламыз. Осындай салат бар. Жақсы, давай. Алып берейін бе, өзің аласың ба? Міне қараңыздар, құрметті көрермендер, үзіліп жатыр. Міне, қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Алынбайды.
Өте керемет піскен. Асқабақты Айназ өте қатты жақсы көреді, қолына алып салады екен. Дәмін тат, сосын қалған сосын көретін боласың, иә? Бисмилля деп. Дәмін тат ас болсын. Жей бер, аузыңа сыйса жей бер. Ал. Ауызда ерей ма? Асқабақпен, картоппен жеп жүр ылғи да. Енді бүгін Айназдың заказымен шашын жуып еді, соған жинап үлгермей жатыр. Ас болсын. Қалай? Керемет пе дәмі? Ас болсын жаным. Дәмі өте күшті. Обед болсын, ужин болсын, бәрі жасай беріңіздер. Қазір жейсің де? Күшті дәм. Нағанады сіздерге айтатын едім. Тыквамен, картоптың орнына, картоптың да күшті болады екен тыквамен. Күшті болады. Маған ұнады, сіздерге айтатын едім. Обязательно жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Ал міне құрметті көрермендер, осындай керемет тауығымыз пісіп шықты. Міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Өкінбейсіңдер, өте дәмді болып шықты. Келесі менің видеома шейін қош, сау болыңыздар. Лайк басыңыздар, подпис жасаңыздар. Сау болыңыздар.